Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Біздің каналымызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап. Намаз қазасын өтейміз ба? Жалпы намаз дегеніміз әрбір мұсылман адамға балиғат жасына толғаннан кейін жүктелетін мұсылмандық міндет немесе парыз деп айтуға болады. Ер балаға 12, 13, 14 жасынан парыз болатын болса, қыз балаға 9 жасынан намаз оқу міндет болып табылады. Ал енді қандай да бір адам 22, 23 немесе кез келген 40-45-те болсын намаз бастаса, оған дейінгі намаздар қалай болды деп ойлауымыз мүмкін. Бұндай жағдайда ол намаздарды қайтып өтеу мұсылман болса міндет болады. Ал 40-45 жасына келгенге дейін басқа дін ұстанатын болса, христиан, тағы басқа діндердің өкілі болған болса, онда Аллах Тағала оның білмегендігі үшін, басқа діндегі болғандығы үшін оның күнәларын барлығын кешіреді. Алла өзі кешіруші және рахымды. Ал мұсылман болып туылғаннан кейін, кішкентай кезімізден мұсылман болғандықтан, намаз оқудың парыз екендігін білгендіктен, біз қанша жасымызда намаз оқып бастасақ, балиғат жасқа толғаннан кейінгі намаздардың барлығын оқу ол біз үшін міндет болады. Біреулер ойлайтын шығар, қалай оқимын, ол қиын деп. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Әрбір намазға бір намазды қосып оқып отырсаңыз болады. Мысалы, таң намазы кірді, таң намазын бірінші сол таң намазды оқып, одан кейін бір қаза намазды оқуға болады. 5 намазы, екінді намаз, ақшам, құптан секілді. Себебі барлық намазды бір уақытта оқу сіз үшін қиындық тудырады. Сондықтан ең ақиқаты Аллаға мәлім. Аллах Тағала құлшылық ғибадаттарыңызды қабыл етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.